Кино түсіру қиын емес. Жақсы кино түсіру соғысқа қатысумен бірдей. Ал өте жақсы фильм түсіру таңғажайыптың өзі дейді Алехандро Иньярриту. Расында да камераның қызыл батырмасын басу оңай, бірақ ол хроника болады, кино болмайды. Әдеттегі бейнежазба өнерге айналу үшін не нәрсе керек? Осыған дейін біз киноскоп бағдарламасында киноның әртүрлі аспектілерін талқыладық. Солардың бәрін біріктіретін суреткер, кино әлемінің падишасы, режиссер. Бүгінгі бағдарламада біз режиссуралық стиль туралы айтамыз. Скажи, пожалуйста, откуда ты приехал? Туда смотри. Андрей Тарковскийдің «Айна» фильміндегі кекеш бала дәрігердің ем-домнан кейін мен сөйлей аламын деп жар салатын. Режиссура деген өз басыңыздан өткен, сізді сіз етіп тұрған ойлар мен сезімдердің бәрін бөлісуге дайын болу, сөйлей алу. Я могу говорить. Өнер адамының бір мақсаты сөйлеу болса, екінші мақсаты өзгелердікіне ұқсамайтын дауыспен сөйлеу. Шығармашылық қашанда жеке тәжірибеңізбен бөлісу. Нақты сіз болып өмір сүрген қандай? Сіздің көзіңізбен қарасақ, дүние қандай болар еді? Кино я люблю с юных лет и... Бала кезімнен түрлі режиссерлердің жұмыстарын ұнаттым. Хилл Хартли, Фассбиндер, Такеши Китано, Тарковский, Шәкен Айманов, Кислевский. Олардың әрқайсысы қайталанбас тұлғалар ғой. Соның бәрі ми қатпарларында із қалдырады. Ал оқуын оқып, режиссураға кәсіп ретінде қарай бастағанда, соның бәрі кристалданады. Содан өзіңнің стилің пайда болады. Менің жұмыстарымда да қолтаңба бар деп үміттенем. Қалай десек те, өзімізге дейінгі режиссерлерсіз біз болмас едік. Нариман Төребаев минималистік мәнерде заманауи кейіпкерлердің өмір шындығын шебер жеткізетін суреткер. Шуақты күндерде қоғамның қаншама мерезі бар, бірақ соның бәрінен де сел қостығы қорқынышты. Квентин Тарантино кино түсіруді қайда оқыдыңыз деп сұрағанда кинотеатрда деп жауап береді. Постмодернизм деген ұғымның өзі пастиш түрлі туындылардан құрақ құраумен сипатталса керек. Бірақ Тарантино фильмдеріне өзінің қоспаса, қолтаңбасы болмас еді. Демек оның есімін естуіміз де неғайбыл еді. Стиль дегеніміз не? Кинода стильді драматургия, диалог, жарық, бояу, камера жұмысы, жиектеу, композиция, монтаж, дыбыс. Режиссер жасайтын сансыз шешімдерден танисыз. Стиль солардың жиынтығынан құралады. Мысалы, Ясуджиро Озудың фильмін асықпайтын тымық пәлсапасы ғана емес, кейіпкерлерді сәл төменнен түсіретін татами кадрымен диалог кезінде камера тұрған бағытқа тіке қарап сөйлейтін кейіпкерлерінен танисыз. Пожар, только не орите. Кадр эстетикасы, баяу жылжитын ұзақ кадрлары, поэтикалық монтаж және кейіпкер күйін диалог емес әрекет визуал арқылы жеткізу. Әдетте Тарковскийдің де стилін тану қиын емес. Хас шебердің қолынан шыққан зергерлік жұмыс іспетті. Уэс Андерсонның фильмдерін мінсіз композиция, көзге түсетін бояулар палитрасы, камераның Андерсонша қозғалысы, оқиғаның кітап, газет не өзге баяндау құралынан басталатыны сияқты көптеген нақты шешімдер арқылы танисыз. Иран режиссері Асгар Фархадидің фильмін көріп отырғаныңызды, ондағы кейіпкерлердің моральдық дилеммасы, шиеленісті драматургия, нәзік психологизм, реалистік кеңістік сияқты дүниелерден білесіз. Кейде режиссердің стилін тап басып айту қиын. Ол нақты визуалдық шешім емес, көңілде кілке қалатын сезім табы болуы мүмкін. Стэнли Кубрикте бұл тұла бойыңды қарып өтетін стилистикалық салқындық, бірақ сол мінсіз
алшақтықта да магия бар. Қазақ киносында қолтаңбасымен ерекшеленетін Әділхан Ержанов. Оның үйлесімді бояулары, мұқият ойластырылған композиция, жиектеуі, жол болмаған кейіпкерлері, зорлық-зомбылық пен юморы иық тірестіріп мен мұндалап тұрады. Оның кей фильмдері жан айқай, кей фильмдері ыңғайсыз шындық, бәрінде бүгінгі қоғамды саралау бар. Және оның әр жұмысы бейнелеу өнеріне иек артады. Ол түсірілім алаңына келгенде фильм бастан аяқ оның басында түсіріліп қояды. Бәрін білет, сосын импровизацияны жақсы көреді. Біз әдетте бір күн репетиция жасаймыз, екінші күні түсіреміз. Көп қызықты детальдар репетиция кезінде табылады. Тағы таңғалдыратыны Әділхан әлемдік бейнелеу өнерінің энциклопедиясы сияқты. Әр кадры әлдебір картинаға сілтеме. Оны көпшілік байқамауы мүмкін, бірақ байқаған адамдармен әңгімесін естігенде таң қаласың. Кинематограф это вообще... Кинематограф дегеніміз 97% бейне болса, қалған 3% ғана дыбысқа тиесілі. Тіпті 2,5% дыбыс шығар меніңше. Қалған 0,5% сөзден тұрады. Сөздерде әуезді болса жақсы, сондықтан кинематограф бейнелеу өнеріне негізделеді. Бейнелеу өнері мен үшін де маңызды, өйткені кадрда еш нәрсе кездейсоқ болмауға тиіс. Тіпті әр сантиметр маңызды. Уақыттың қайтарымсыздығын түсіну ең үлкен азап. Ойлар, естеліктер, армандар, тіпті адамдар бізге байқатпай жылыстай береді. Оларды ұстап қалу үшін не істей аламыз? Сөз, өнер, әдебиет. Осы дүлей күшті игеремін деген иллюзия. Кинода уақытты ұстап қалуға тырысады. Киноға түсірілген қас қағым сәт мәңгілікке қатталып қалады. Андрей Тарковскийдің «Айна» фильмінде терезедегі үрленген дем бейнесі уақыттың метафорасы еді. Жалт етті де жоқ болды. Ізі де қалмады. Уақыт, өмір ағысы сондай аяусыз. Бір сәтте аялдамайды. Я у него учился нечто другому, что ли. Алғашқы ұстазым Сергей Соловьев. Бірақ қолтаңбасы маған қаншалықты әсер еткенін білмеймін. Алексей Герман екінші ұстазым болды. Өнерде өз дегеніңнен қайтпау, өзіңе ұнайтын фильмді ғана түсіру керектігін үйретті. Үшінші ұстазым Тарковский. Оның бейнелеу мәнерінен гөрі кинода сырғитын уақытқа деген көзқарасын сіңірдім. Уақыт мен үшін кинематографиядағы ең маңызды ұғым. Киноның басқа өнер түрлерінен айырмашылығы кадрда өтетін уақытта. Яғни мотор және стоп деген сөздердің аралығында қандай да бір уақыт өтеді. Ол консервіленіп сақталып қалады. Міне осы уақыт киноның апологеті, негізгі материясы. Бұқаралық киноға келсек, онда уақыт қарсылық материал іспетті. Америка киносы жылдам монтажды, демек уақытты кескілеп қысқартқанды жақсы көреді. Ал өнер уақытты созуды талап етеді. Міне кино осы қарама-қайшылықта өмір сүреді. Дэвид Финчер айтады, кино түсіргенде өзіңді киімсіз тұрғандай сезінесің. Өйткені бұл сенің сол сәттегі боямасыз болмысың. Ал әлденені бүгіп қалсаң және өзіңді режиссермін деп санасаң, қателесесің. Расымен де біздің стиль деп жүргеніміз не? Бәлкім режиссердің өзі шығар. Ол қандай адам, мінезі қандай, дүниені қалай көреді? Серік Апрымовтың режиссурасында әлде бір тереңдік, кадрларында әлде бір қаталдық, бірбеткейлік, кейіпкерлерінде моральдық беріктік, түсіретін кино кеңістігінде реализм мен шыншылдық бар. Серіктің ішкі дүниесінің бір енді былай түсінгенім өз тарапынан. Оның бір өмірге деген бір қайсарлығы да, сол қайсарлық әр режиссердің мінезі кейіпкерге ауысады. Ең бірінші киносының өзінде жас жігіт ауылда тұрғысы келмейді, кетіп қалғысы келеді. Өйткені ол басқа бір өмірді көрді. Өнердегі әрқайсының әр жолы бар. Енді орысша айтқанда подсознательный дейді. Ішкі дүниесін сен тастап кете алмайсың. Ол бәрі шығады. Өмірде де, өнерде де шыншыл болу әркімнің қолынан келе бермейді.
бұл батылдық пен өжеттікті өзгелер үшін қолайсыз болуды талап етеді. Соған қарамастан өз жолымен жүретін киногерлер ғана текті кино жасай алады. Кей режиссерлер пікір айтуға құмар, бірақ фильмі жаныңды қозғай алмайды. Ал кейбірінен тып-тымық өмірді көресің және кенет оянасың. Ассалаумағалейкум туғандар! Амансыздар ма? Қалдарыңыз жақсы ма? Жүріңіздер біздің үйге. Бүгін үлкен той. Дүниеге бір азамат келді. Сатыбалды Нарымбетов сондай режиссердің бірі еді. Өмірді бақылаушы, сол күйінде қымбатына балаушы және шексіз сүйуші. Оның фильмдерінде жақсы мен жаманға, дұрыс пен бұрысқа деген кемел кешірім бар. Ол кейіпкерлеріне күледі, бірақ бауырына басып жақсы көріп күледі. Созақтан шыққан Гамлет фильмі. Мұңлы комедия дейсіз бе, көңілді драма дейсіз бе, оның бастан кешкендері әрі күлкілі, әрі аянышты. Көзімнің қарасы күллі ауыл туралы, түрлі тағдырлар ала-құла жап-жарық әлем. Режиссердің өмірді соншалықты бүтіндікте көре алатыны қайран қалдырады. Бас кейіпкер, қосалқы кейіпкер бәрі теңдей зейінмен зерделенеді. Ал Мұстафа Шоқай, Аманат сияқты фильмдерде режиссер тарихи шындықты таспалауды мұрат тұтты. Мына ағайындардың өз шындығы бар. Аналардың шындығы бір басқа. Ал ту сыртындағылар шындықты өздерінше іздейді. Ал мен өзің аңғарғандай өз шындығыма жүгіндім. Ең өкініштісі, әділ ақиқаттың кімнің жағында екенін ешқайсымыз түсіне алмадық. И самое главное быть честным. Әкемнің ең басты қасиеті шыншылдық еді және өз пікір үшін күресуге қорықпайтын. Сондықтан да өнердегі жолы ауырлау болды. Оның кейіпкерлері де шынайы. Артықшылығы да, кемшілігі де жетерлік. Тағы бір қасиеті адам сүйгіштік еді. Эмир Кустурица немесе Георгий Данелия кейіпкерлеріне юмормен қарайды ғой. Әкем де сөйтетін. Мысалы, көзімнің қарасы оның балалық шағы туралы өмірбаяндық шығарма. Біреулер идеализация жасар еді, ал әкем оны юмормен көрсетті. Драматургиялық жағынан да, визуалдық жағынан да шыншылдыққа ұмтылды. Минусами, плюсами. Я очень люблю Сатыбалды Нарымбетова. Сатыбалды Нарымбетов көбіміздің қалыптасуымызға ықпал еткен тұлға. Маған көзімнің қарасы фильмі және неге екенін білмеймін, аз аталатын Созақтан шыққан Гамлет фильмі қатты ұнайды. Әрине маған әсер еткен көптеген әлемдік режиссерлерді атауға болар еді, бірақ өзім көбірек сілтеме жасайтын екі режиссерді атайын. Олар Такеши Китано мен Питер Уир. Сонымен бірге фольклорға жиі жүгінемін. Мысалы, әлемнің бұлай енжарлығы қозы-көрпеш баян сұлудың еркін интерпретациясы болса, сары мысық ер төстіктің өзіндік интерпретациясы. Люблю эту картину. Кино көрудегі ең үлкен қателік не туралы деп қарап оқиға іздеу. Қалай түсірілген десеңіз, мүлдем жаңа әлем ашыла кетеді. Кеңес дәуіріндегі қазақ киносын көпшілік ескірген деп ойлауы мүмкін. Бірақ түсіру техникасына зер салсаңыз, мүлде жаңа, заманауи, өзекті болып шыға келеді. Киноның көркемдік қуаты уақыттың илеуіне бағынбайды. Ей қаңғыбас! Тоқта! Қашқан түлкі көзің іліп кеді ме? Көргем жоқ. Сен не? Соқыр мұсың? Айыпқа бұйырмаңыз мырза. Менің бар болғаны екі ақ көзім бар. Ал сендердің 9-ыңда 17 көз бар. Сөздіға біз кересің. Мен сіздерге ілесе аларым екен. Мінгендеріңіз кілең сәйгіліктер, ал менің астымдағы көтерем ат. Бір бағдарламада қазақ киносындағы әр киногердің қолтаңбасын тарқатып айту мүмкін емес. Әйтсе де кейбіріне тоқтала кетейік. Шәкен Аймановты көпшілік халықтық киноның алып ретінде біледі. Алдар көсе, Тақиялы періште,
Транссибир экспресси сияқты фильмдер алтын қорға қосылды. Атамекен бүтін ұлт шежіресінде жазылып қалар сүбелі туынды еді. Сонымен бірге Айманов терең интеллектуалды кино түсірген режиссер. Мәселен, жыл турабы, гуманист дәрігер мен принципшіл сот туралы ғана емес, түп санасын ядролық соғыс туралы үрей қобалжытқан қоғамды кейіптейтін ойлы фильм болатын. Не верю не только в загробный мир, но и в светлое будущее. Живу раз, теперь и только. Какое мне дело до того, что будет завтра? Завтра может ничего не быть. Ничего. Ты бредишь. Нет, я свободно мыслю. Глупее войны ничего нет. Однако она на пороге. Здравствуйте. Сұлтанахмет Қожықов, Мәжит Бегалин сияқты режиссерлер көркемдік қуаты жөнінен өз дәуіріндегі әлемдік шеберлермен иық тірестірер шығармалар түсірді. Малшылар тақырыбы ескіргенімен, ол фильмдердің өзегіндегі парасат, адалдық, принципшілдік, батылдық сияқты ұғымдар бүгінгі қоғамдағы ең жетіспейтін қасиеттер. Сонысымен де тым өзекті болуы мүмкін. Ал Абдолла Қарсақбаев фильмдеріндегі ұлттық символика, ұлттық рух кеңестік цензураның ығына көнбеді. Әйгілі «Менің атым қожасы» ғана емес, дәл қазір оның бандыны қуған Хамитіндегі антагонист құдіресі көбірек орынды. Жарайды. Бір жолға аядым сені. Өкіметтің жылағанын көрсем рақатталам. Бейшаралар. Жылай! Мы помним, что в 60-е годы появились... 50-60 жылда кино түсірген қазақ режиссерлері республика шеңберінен шығуға мүмкіндігі болмаған өкінішті. Айманов, Бегалин, Қарсақбаев сияқты режиссерлердің қуаты халықаралық фильмдер әбден жасауға жететін еді. Маған сондай-ақ екінші қатардағы режиссерлер қызық. Айталық Шәріп Бейсенбаев. Ол туралы өте аз айтылады. Ұмытылды деуге болады. Ал Гаухартас фильмі ұлттық рухы бар ең үздік қазақ фильмдерінің бірі. Қалайша шедевр жасады. Мен үшін жұмбақ. Кейінгі Болат Шәріпов те Күнә сияқты аса көркем шығармалар жасады. Сондай режиссерлерге көбірек мән беру керек. Әлемдік кинокартада қазақ киносын орналастырған жаңа толқын еді. Дүркіреп келіп, суреткерлік ізденістермен жалт қаратқан. Я помню, что Олжас Сүлейменов басшылықта болғанда Мәскеуде қазақ курсын ашуға күш салды. Режиссер Сергей Соловьевтің шеберханасында Рашид Нұғманов, Серік Апрымов, Әмір Қарақұлов, Дәрежан Өмірбаев бәріміз бірге оқыдық. Сол кездегі Қазақстан басшысы Ұзақбай Қараманов, мәдениет жөнінен жауапты Саудабаев бәрі біздің тырнақалды жұмыстарымызды қолдап, жоғымызды іздеп жүретін. Сол қамқорлықтың арқасында бәрімізде тырнақалды жұмысымызбен ақ жаңа толқын деген қозғалыс ретінде танылдық. Новая казахская волна. Қазақ жаңа толқыны жұлдыздар шоғыр еді. Өкініштісі, кейбірі 90-шы жылдардан кейін үнсіз қалды. Соловьев оларды өзіне ұқсасын, не бірі-біріне ұқсасын деген жоқ. Әркім өз жолын тапсын деді. Расында да солай болды. Эпикалық тыныстағы режиссерлер, иронияға жақындау режиссерлер болды. Кейбірі мүлдем режиссерлікті қойып, продюсерлікке кетті. Бірақ бірегей із қалдырды. Қазақстанда мықты авторлық кино болғанын және бар екенін дәлелдеп кетті. Әр уақыттың өз режиссурасы бар. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында үнсіз қалған қазақ киносы 2000 жылдықтың алғашқы 10 жылдығында ояна бастады. Жаңа толқын, партизандар деп аталған Әділхан Ержанов, Эмир Байғазин, Серік Әбішев сияқты режиссерлердің қуатты толқыны келді. Эмир Байғазиннің әр туындысы эстетикалық дәлдігімен, образдардың күштілігімен, мінсіз жиектеуімен, әр кадрдың көркемдігімен ерекшеленеді. Әлемдік киносыншылар қатарында оның фильмдерін көріп, бейжай қалғандар сирек. Фильм «Река» — это же... Эмир Байғазиннің қай жұмысын алсаңыз да шедевр. Өзен деген туындысы мүлдем ерекше. Оны тіпті қандай категорияға жатқызарымды білмеймін.
бұл философиялық поэма. Венеция көрермендері соны өз деңгейінде бағалай алды. Өйткені дүние жүзінде бұл фильммен салыстыруға келетін ештеңе жоқ. Және бұл Қазақстанда түсірілген. Әлем алуан түрлілігімен құнды. Адамдар олардың пәлсапасы әртүрлі болатыны сияқты киноның әртүрлі болғаны дұрыс. Заман ағымына қарай түрлі жанр, түрлі бағытта кинода дами бермек. Сейчас новые явления. Қазір қазақ киносына кәсіби емес ортадан режиссерлер келіп жатыр. Деңгейде біртіндеп өсуде. Қазақ сериалдарын көрсеңіз, басқа елдер, Ресей, Украинадан көрермендер қазақтар ең мықты фильмдер түсіреді. Голливуд демалады деп жазып жатады. Мен оған келісемін. Кәсібилікпен қайнаған энергия бар. Посткеңестік елдер арасында қазір Қазақстан кино өндіріс жағынан озық. Өте мықты авторлық кино, коммерциялық кино, сериалдар да бар. Соншалықты көп бірегей режиссерлік қолтаңба, таланттардың болуы қайталанбас феномен. Мұндайды басқа еш жерден көрмейсіз. Қарымды режиссерлердің бәрінің шығармаларынан символдық мағына ізделінеді. Режиссер мұнан айтқысы келген, жоқ, оның ойы бұл еді деп дауласамыз. Шындығында режиссер оның ешқайсысын жоспарламаған болуы мүмкін. Режиссер көсем сөз емес, тіпті символ емес, метафора тілінде сөйлейді. Оның негізгі мақсаты түрлі интерпретацияға ашық көркем кеңістік құрастыру. Ал көркемдіктен уақытқа, заманға, қоғамға қатысты ойды оқырманның өз-ақ түйеді. Яғни режиссердің мақсаты ойлануға, сезінуге мүмкіндік болатын жағдай жасау. Басқасының бәрі мәртебелі көрерменнің еншісінде. Белгілі әдебиетшіден қандай кітап оқығаным дұрыс деп сұрағанымда, саған керек кітап сені өзі іздеп табады дегені бар. Сіздерге де қажетті фильмдердің өздері іздеп табуына және кілең үздік фильм болуына тілектеспін. Киноскоп осымен тәмам.